Tuzlu tecrübe жасаймыз. Мен Ayala апайым. Ширин Нұржансая. Ayala, біз бүгін тұзбен тәжірибе жасаймыз. Тұзбен тәжірибе жасамас бұрын, мен саған қауіпсіздік ережелер тастырып өтейін. Біз тұзды пайдаланған кезде тұзды қолмен көзімізді уқалауға болмайды. Көзіміз не қылады? Ашиды. Қолымызда жарақат болса, тұзды ұстауымызға болмайды. Ол кезде жарамыз ашиды. Олай болса, біз тұздың түр-түсін бақылап алайық. Бір ас қасық тұзды саламыз. Тұздың түсі қандай? Ақ. Ақ. Неге ұқсайды екен тұз? Көрейікші, қолымызбен ұстап көрейікші. Тұз неге ұқсайды? Көшеттерге ұқсайды. Сосын қарға ұқсайды. Қолымызбен кәні ұстаған кезде қатты ма екен тұз? Қатты. Қатты. Ұстаған кезде Жыртылайды. Жыртылап, қытырлайды екен, е? Енді осы тұз ұстаған саусағымыз кәні елімізге кішкене тигізіп көрейікші дәмін. Ащы ма, тәтті ма? Ащы. Ащы екен, е? Тұзды не үшін пайдаланамыз біз? Астын дәмін кетіру үшін. Астын дәмін келтіру үшін. Жарайсың. Ayala, біз енді тұздың ергіштік қасиетін байқайық. Қызыл жолақтағы жылы су, көк жолақтағы салқын су. Кәні осыларға бір ас қасық тұзды салайықшы кәні. Байқайық кәні. Қайсы судағы тұз тез ериді екен. Кәні мен көмектесен араластыра берейін. Қызылға салайық. Қай тұз тез еріді екен? Ыстық судағы тез еріді. Мұздай судағы тез еримеді. Тез еримеді, е? Сонда бізде ыстық суда тез ериді екен, да? Салқын суда жай ериді екен, е? Ayala, біз ары қарай тәжірибемізді жалғастырайық. Мына құтыдағы суға 5 ас қасық тұзды салайықшы. Сала қойып, толтырып саламыз. 5 ас қасық. Санаймыз келсін. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қасық салды, е? Апай көмектесіп Ayalaға араластырамыз. Бізде енді мына құтыдағы жай су, мына құтыдағы тұзды су. Енді біз жұмыртқаны салайықшы кәні. Жай суға жұмыртқаны салшы, жай суға. Жай суға. Ал енді тұзды суға саламыз жұмыртқамызды. Не байқадық, Ayala? Жай суда жұмыртқамыз Бат кетті. тұзды суда. Тұзды суда бетінде қарғып жүзіп жүр. Апа, неге олай? Біз жай суда жұмыртқаның тығыздығы ауыр, салмағы ауыр болғасын жай суда батып кетті. Ал тұзды суда судың қысымы жоғарылап, біздің жұмыртқамыз бетіне қалқып жүзіп жүр. Ayala, бүгінгі тәжірибеден не үйрендің? Тұздың түсінің ақ екенін білдім. Ащы екенін білдім дәмін. Тұзды суда төбеге жоғалатынын білдім. Салқын суда жаймен еритінін білдік. Жылы суда тез еритінін білдім. Жарайсың, Ayala, сен бүгін тұз жайлы көп нәрсе білдің. Келесі тәжірибе алаңында кездескенше сау болыңыздар.